Şay-pay eşeğek sırap şarday, sırın var mı kanday, ayta bir. Bay жүрмісің жауап таппай, тыңдайтын құлақ мен болам, айта бер. Дос деген, сырлас дос деген, мұңдас дос деген, ақылшы дос деген. Армысыздар, құрметті Казгим ТВ каналының көрермендері. Бізде бүгін қуанышты жаңалық. Гимназиямызда жаңа заман талабына сай телестудия ашылды. Телестудияның алғашқы қонағы болып Сара Түгелбаевна мен Сейтқазы Мұқағали мырза келді. Ақпан айының 20-шы жұлдызында гимназия қабырғасында телестудия кабинетінің ашылу салтанаты өтті. Мектебіміздің өз базасында заман талабына сай келетін телестудия ашу, журналистика мамандығына қызығатын оқушылардың білімдерін тәжірибемен ұштастырып, телевизияның қыр-сырын игеруге септігін тигізбек. Жас тілшілер гимназиямыздың тыныс тіршілігі мен білім саласында қол жеткізген табыстары туралы танымдық хабарлар дайындап, шеберліктерін шыңдайтын болады. Телестудия кабинетін ашу құрметі Ыбырай Алтынсарин атындағы төсбелгі иесі, гимназиямызда 14 жылдан аса басқарған ардагер ұстазымыз Абдикерова Сара Түгелбаевнаға және Ұлытау облыстық телеарнасының тілшісі, Қазақстан Республикасының журналистер одағының мүшесі, Қарағанды облысы әкімінің алтын сұңқар сыйлығының лауреаты, парасатты пайым жобасының авторы және жүргізушісі Мұқағали Сейтқазыға берілді. Қонақтарымыз студияның болашағына зор сенім білдіріп, ізгі тілектерімен бөлісті. Гимназиямыздың жас журналистеріне деген ақыл кеңестерін айтып, батасын берді. Құрметті көрермен, Казгим ТВ каналынан жаңа жобаларды күтіңіздер. Біз сіздермен қоштаспаймыз. Сау саламатта болыңыздар.